Сәлем достар, осы видеода сіздерге красный бархат рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамын астында жазып көрсетемін. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майға қант қосып миксерлейміз. Үш жұмыртқаны салып, басында орташа, кейін жоғары жылдамдықта көлем үлкейгенше миксерлейміз. Айран мен сұйық майды құйып, тағы араластырамыз. Мен осындай индийский сухой краситель қолданамын. Кез келген кондитерский дүкендерінде сатады. Немесе гелевый красительдерде қолдансаңыз болады. Пышақтың ұшымен ғана саламын. Одан сәл көбірек салса болады. Бірақ одан көп салсаңыз горечь пайда болады. Енді құрғақ ингредиенттерді бөлек ыдысқа салып аламыз. Ұн, какао, разрыхлитель, ас содасын жақсылап араластырып, біздің массамызға 2-3 қасықтан салып араластырып отырамыз. Міне қамырымыз дайын, осындай консистенция шығу керек. Енді листқа пергаментная бумага немесе асты жабыспайтын тефлоновая бумага төсеп, қамырды 2 бөліп пісіреміз. Isып тұрған пешке 180 градуста 20 минут пісіреміз. Кремені сливки мен қант ұнтағын миксерлейміз. Массамыз 3 есе көтерілгенше, артынан творожный сыр қосып тағы араластырамыз. Бисквиттарымыз толықтай суыған соң бірдей ғып кесіп алып, тортты жинап бастаймыз. Бетіне бір келкі ғып крем жағамыз. Үстіне екінші бисквитімізді қойып, оның бетіне қалған кремді жағып, шетінен қалған коржды ұнтақтап әрлейміз. Тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.